Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге көкөністерден бұқтырылған ыстық тағам ұсынып отырмын. Өте жеңіл, дәмді тағам. Жасап көріңіздер. Егер де менің рецептерім ұнап жатса, каналға тіркеліңіздер. Бізге керек заттар: сәбіз, капуста, болгар бұрышы, баклажан, помидор керек. Осылардың бәрін соломкоп турап аламыз. Бәрін турап алдым, баклажанды турадым. Сәбізді ірілеп турадым. Сосын чеснок керек, пияз керек. Бірінші баклажанымызды қысып тұрған майға салып, көкөністерді қатты қуырмаймыз. Бірінің үстіне бірін салып отырып бұқтыратын боламыз. Баклажан салып, газ крышкасын жауып қоямын, өзі бұғып, өстіп. Енді сәбіз салдым. Сәбізді бір рет майға ары-бері араластырып, бетіне крышкасын жауып қоямын. 5-10 минуттан кейін осылай болып бұқтырылады. Енді капустамызды саламыз бір шетінен. Капустамыз шамалы қуырылғаннан кейін үстіне болгар бұрышын салатын боламыз. Оны да жайғастырамыз да. Бетін крышкамен жауып қоямын. Шамалы бұққаннан кейін бұрышын дәміне қарай азап тұзын салып араластыратын боламын. Енді помидорым салам турап алған. Араластырып, бетін жауып бір 5-10 минутқа бұқтырып қойсақ, сонымен көкөністеріміз дайын болады. Мынандай қайнап жатыр, бұқтырылып жатыр. Дайын болды. Енді тәрелкемізге салып, столымызға қоя берсек болады. Тәрелкеме салып алдым. Өте жеңіл, тез дайындалатын көкөністер. Достар, жасап көріңіздер. Егер де менің рецептім ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.